Махаббат мәңгі ертегі, көңілдің күйін шертеді. Ертіп бір жүрсең шіркін-ай, елікте сұлу еркені. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен сорарсың. Жаным ау кімнен сорарсың. Маған келген дүние, ән, рухани дүние. Бұл осы күнге дейін мен үшін жұмбақ, мысалы. Мен мысалы мынау әніңде әні болады, мысалы, мынау ностальгия, жаңағы айнам көз, сағыныш саз деген әндерді мен кейде өзім ойлаймын, оңашығын. Мен мына осы әнді мен шығарым ба деп та. Кейде өзім сұрақ қоямын. Бұл шында бұл ғайыптың дүниесі. Біз осыны сезуіміз керек. Мысалы, жаңа ғана орындалған махаббат мәңгі ертегі әні. Бұл енді, бұның сөзі, бұны әнді ең бірінші рет Бауыржан Тұрғараев деген бауырым ініміз маған алып келді. Осыдан қайда, 10 жылдан аса болып кетті, бұны енді Құдайға шүкір, сіздердің жүректеріңізге қонған ән ғой. Сонда маған алып келген кезде қарасам, әнім маған қатты ұнады. Бір түрлі қызықтым. Ал енді сөзін жазайын десем, сөйтсем, аты таппайын тұр, махаббат мәңгі ертегі дейді таған. Бауыржан айтты, мынаны аға деді, сізден несін жасыратын бір. Анау Жұпар Ақтомпыш деген ақын әпкеміз осыған сөз жазып еді. Бірақ шыны керек, маған сөзі оншақты ұнамағандықтан өзі де мойындады, артық жаза алмаймын деп айтты деді. Сосын мен айттым, ол ұят болады. Сен бірінші сол Жұпар әпкеңнен, жаңағы Ақтомпыш қызы әпкеңнен сен рұқсат сұрап кел. Алдынан өтіп кел. Онсыз мен мәтін жазамаймын, өйткені ұят болады. Ертең күні жаңағы соттасып жүрсе қиын болады деп сен. Сосын бір барып келттіған, өйткені жаңағы Күләштің әкімнің Жұпардың өзі звондады маған. Сырай, мен сені білем ғой. Мен енді оның ән жақсы екен, бірақ ұқсата алмадым деді. Сен жазсаң жазсы деп сөйледім. Сосын мұндай мен айттым, Жұпар айттым, мен сенің бірақ сөзіңді алам дедім. Махаббат мәңгі ертегі деген сөз маған қатты ұнап тұрды. Әніңде аты солай болатын шығар дедім. Сөйтудің әннің жаңағы тақырыбы сол күйінше қалыптаған, бүкіл өзін қайтадан жазып шықтым. Ал енді жаңағына тыңда кім Сәкен бауырымыз айтып жатыр ғой, мысалы. Сондықтан да бұл әннің тағдыры осылай. Көрдіңіз бе? Кейде бір әндер болады, мысалы, ол сенің түсіңізге аян береді, мысалы. Ол періште түсі таңғы түстерде, мысалы. Оны қазір енді сұрақ түсіп жатса, онда айтармыз. Әннің туы өзі ол оңай емес. Бұда бір періштелік аян болады. Бұда келе салмайды. Мысалы, мен ән ұратын болсам, мен нота білсем, бұлай отыра қалып нота жазам. Жоқ, онда менде жоқ. Сондықтан да бұның өзі менің үшін әннің туы өте бір ғайып нәрсе. Бұл жұмбақ осы күнге дейін маған да. Сондықтан да жаңағы айтып отқан себебім, кейде мына өлең шыққан жерден ән де шығады екен. Екеуі егіз екен. Бірі бар жерде екінші шығады. Мысалы, менің бір інім бар, мысалы, осы театрда бас суретші. Туған ағамның баласы, ортаншылы. Ол ақын емес, қазір суретші, мысалы. Білдей қара шаңырақтың суретшісі отыр. Сонда мен ойлаймын ғой, бұл деген өнер деген синтез дүниеде. Мысалы, ән, суретшілік, мүсіншілік, осының барлығы бір әкешен туғанмын деп ойлайсың, мысалы. Әйтпесе, мен өзім балам суретін басқа сурет сала алмаймын. Ал менің туған ағамның баласы мықты суретші. Көрдіңіз бе? Осыған адам таңғалады кейде де.